Al бүгін сабағымыз бастайық. Көңілдері қалай? Жақсы. Өте жақсы. Көңілдері жақсы болса, сабағымызға назар аударыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Керқуатты Кенжебай ертегісі, Кенжебайдың ерліктері. Енді сабағымыздың мақсатына көңіл аударамыз балалар. Сабағымыздың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекет арқылы оның образын ашуымыз керек. Олай болса, бүгінгі сабағымыздағы барлық тапсырма кейіпкердің портретін жасау, образын ашуға негізделеді. Балалар, Керқуатты Кенжебай ертегісін оқып жатырмыз, балалар бәрі. Енді бұл ертегі қандай ертегі? Өте жақсы. Жақсы, атқа тіл бітпейді. Өте жақсы, қараңыз. Самұрық құс жоқ дейді, жақсы. Тағы да қандай айтарсыздар? Аттың құйрығы алтын айналмайды. Айналмайды және? Аққу адамға айналмайды. Аққу адамға айналмайды. Өте жақсы балалар. Біз Керқуатты Кенжебай ертегісін қиял ғажайып ертегі екенін осылай дәлелдей алатын едіңіз. Енді сіздерді осы ертегіні қалай меңгергендеріңізді байқау үшін 3 топқа қазір сурет беріледі. Алдарыңызда плакат тұр. Осы суретті ертегінің сюжетіне сай қойып шығамыз, жарай ма? Осы суретті жаққа қойып шығамыз. Қажет суреттерді қоямыз. Ертегінің басынан бастағанымыз ба? Сурет артық кеткен болуы мүмкін. Сурет артық болса шығарып қоямыз, деп отыр. Қазанғап деген бір кедей болыпты. Қазанғап құс атып күн көреді екен. Әйелі алдын Кенжебайға ханға барған бүйтіп көшен Уақыт шектеулі. 1 минут уақытымыз қалды балдар. Қазанғап құс атып күн көреді екен. Әйел ауыл оқып жамау жамайды екен. Осылай өз күндерін өздері көріп жүре беріп. Күндердің бір күні Қазанғаптың әйелі жүкті болып Уақыт болды. Өте жақсы. Болса бұнда менің нұсқаммен салыстырып көрейікші өзімізді жұмысымызды. Нұсқамызбен сәйкес келе ме? Иә. Алам. Бірінші суретте қандай оқиға суреттеледі? бір күні Қазанғаптың кедей болыпты. Ол аң аулап күн көріпті, ал әйелі жамау жауып күн көрді. Өте жақсы. Жамау жауап деседі екен, тігін тігеді екен. Өте жақсы. Екінші оқиғада Қасым Әбілмәзір қандай оқиға айтылды оның ішінде? Екінші оқиғада ол көкжал биенің жем деп жатқаны. Қарын жарайын деп жатқанда не істейді?
Кенжебай келеді да көкжалдың құйрығынан ұстап лақтырып жібереді. Өте жақсы. Үшінші, әділет. Үшінші суретте не суреттеледі? Кенжебай кішкентай баланың жылап жатқанын көріп, оның әкесін ұрлап кеткенін көріпті. Не болады? Естиді, я сұхар жаматы жүрші. Естиді? Естиді. Сосын оған көмектеспекші болады. Өте жақсы. Бұл жерде кішкентай бала қандай бала еді бала? Тазша бала, қозы бағып жүрген бала еді. Үшінші, ескенді. Мынау сиырлар суреті тұр. Не үшін тұр бұл сиырлар суреті ескенді? Кенжебай тазшы балаға көмектесіп, оған папасын тауып берген. Әкесін тауып беруге. Естиді? Қарның ауылына барған кезде кімнің орнына сиыр бағатын еді бала? Тазша бала. Бақ ташының орнына десек те болады. Үшінші, не әкесін тұрып суретте? Аспанның қара құс биені алып кетсін деп жатқанда. Биен емес. Биенің құлынан үлкен қара салмақ құс алып кетейін деп жатқан кезде жатқан. Өте жақсы. Келесі қыздар айта қой. Мынау дәу қақтан келген дәу айта қой. Мұндағы суреттегі дәу қандай сурет? Кенжебай ханның айтқанын тыңдап, үйге бара жатқанда дәу шығып, жеті басты дәу дәудің басын кесті. Өте жақсы. Сол кез суреттелген. Өте жақсы. Әбен біздегі соңғы арыстан неғып тұр бұл жерде? Айта қой. Оған шабуылдау үшін. Тағы да кім қосады? Қарағым айта қой. Кенжебай келіп, ханның бәрін апай мен арыстанды бүкіл жерін айтып береді. Кенжебай жолда арыстанды көріп алып, алмас қылышымен оның ортасынан бөледі. Қылышын көлден ұстап, ортасынан бөліп түседі. Өте жақсы. Ең соңында қандай болып отыр? Ертеңінің соңы қарағым айта қой. Ханның айтқан орнында тұрған. Шартының бәрін орындап, естеді? Кенжебай ханның бүкіл шартын орындап, оған қызын беріп той істеді. Өте жақсы, Өте жақсы балалар. Біз бірінші тапсырмамызды өте жақсы орындадық, барлығымыз бағаланды. Енді біздің екінші тапсырмамыз оқу мақсатына сәйкес қараңыздар. Кенжебай қандай адам? Төмендегі сызба көмегімен басты кейіпкердің образын сипаттаңыз дейді. Қараңыздар. Кенжебай ортаңғы тұста Кенжебай жазылған, оның сыртқы бейнесі, іс-әрекеті, сын пікірі және мінезі сипатталу керек. Жалпы осының негізінде біз Кенжебайдың образын ашамыз. Қане, оны дәптерге орындаймыз. Сіздерге орындауға 4 минут уақыт кетеді. Жарай ма? Уақыт кетті. Бастайық. Балалар, бұндағы сыртқы бейнесі дегеніміз портреті, Кенжебай қандай адам, жас кезінде қандай болып еді? Қандай еді балалар? Торсық шеке, ақпақ қолы еді, жақсы. Ал уақыт бітті. Барлығымыз біттік қой. Жақсы, жақсы. Олай болса, сыртқы бейнесіне Кенжебайдың кім сөйлейді? Айта қой, қарағым. Әрбағыл, торсық шеке, батыр, ірі, шымыр. Ірі денелі, шымыр. Өте жақсы. Аттың біреу қоса ма? Портреттің тарafы не қоса ма? Аппағыл, торсық шеке, ойлар не екеуіңіз өте жақсы. Кейін шымыр денелі, үлкен жігіт болды. Жақсы. Екінші бізде, не қосамыз? Үлкен, мықты кісі. Жақсы, өте жақсы. Енді іс-әрекет не? Айсара, не айтасың? Әркімге көмектесу, ханның шарттарын орындау. Әркім кімге көмектесті? Әркімге ерліктері. Әртүрлі ерліктері, Кімге көмектесті? Көмектесші Алихан, жақсы. Ханға көмектесті. Ханға көмектесті ма? Апай мен Өте жақсы, міне, ерліктері мен іс-әрекетіне осылай баға берді. Енді сөзі мен пікіріне, қарап айта қой. Ханның алдында ізетпен дағып
сырды сөйлеуі және де сиыр бағып жүрген тазша баланы әкесін құтқарам деп сөз беруі. Өте жақсы. Сиыр бағып жүрген жоқ, бұл кім не бағып жүрген? Қозы. Қозы бар. Сәл шатаспаймыз, иә? Тағы қандай сөзбен пікірмен мән бересіздер балалар? Яра яна. Кенжебайдың мінезі мықты, ақкөңіл, мейірімді, күшті жігіт болған. Өте жақсы. Тағы да не қосып болады мінезі? Күшті, мейірімді, тағы қандай мінез береді, иә? Жанашыр. Жанашыр, өте жақсы, иә? Айтсана? Батыр. Әркімге көмектесіп. Өте жақсы, тағы да қандай, иә? Айтқаннан қайтпайтын. Өте жақсы. Айтқаннан қайтпайтын қайсар, иә? Әбілмәзен. Халқына жақсылық жасап көмектесетін, кедейлерге тамағын беріп көмектесетін адам. Өте жақсы, жанашыр адам деуге болады екен. Тамаша. Енді қағаз беріп алашырайын. Бұл жерде өте жақсы жауап берген оқушыларға түрлі түсті қағаздарды жапсырып отырмын балалар. Мінекей, осы арқылы сіздер өздеріңіздің топтарыңыздың алға шыққанын байқап отырасыздар, иә? Өте жақсы. Міне, бүгінгі сабаққа өте жақсы дайындалғанымыз осыдан-ақ білініп тұр. Міне, Айсара. Бізде міне қарап, Әбілмәнсұр өте бүгін белсенді қатысып отыр. Жақсы, тамаша. Өте жақсы балалар. Біз қазір ертегі кейіпкердің іс-әрекетін, сөйлеуін, мінезін топтастыра отырып образын ашып отырмыз, иә? Өте жақсы. Енді сіздерге қазір тапсырма қосымша беріледі. Бұл жерде балалар екі кейіпкер берілген. Біреуі Кенжебай, екінші Керқұла атты. Яғни жұп бола отырамыздар қазір. Біреуіміз Керқұла атты, біреуіміз Кенжебайға. Мінездене береміз. Бірінші ертегідегі портреті, екінші кейіпкердің ең маңызды үш әрекетін жазуымыз керек. Түсінікті ғой, иә? Қазір тек іске сәт, мен тек сіздерге беріп жіберейін. Жұп-жұп болып жұмыс жасаймыз, кәні барлығымыз. Қане. Бірден екеу жұп-жұп болып бөліп аламыз тапсырманың бәрін. Қане ұзақ топтарға, кәне, Әбілмәнсұр, өздеріңіз кәне міне. Сөйтсе, жұмыс жасап жібереміз. Ал балалар, уақыт бітті. Сабағымызды қорытындылаймыз. Сабағымыздың қорытындылауындағы берілген тапсырмаларға мән береміз. Бірінші топ, яғни Әбілмәнсұрдың тобы. Кейіпкер Кенжебай деп алсақ. Портретін оқиыншы, портретін бер. Портретім бар. Кейіпкер торсық шеке аппақ ұл. Және де ол торсық шеке аппақ ұл, ол шымыр денелі жақсы адам. Жақсы. Енді маңызды үш әрекетіне мән берейікші, үш әрекеті. Маңызды ма? Бірінші. Аулап кедейлерді. Кедейлерді қарық қылуы. Екінші. Таққандай қосамыз. Таққандай қосу ол. Тазша балаға көмектесуі. Өте жақсы. Ханның барлық тапсырмасын орындауы. Өте жақсы. Енді мұнда Кенжебайға қандай сендер баға бердіңдер, кәне? Бірінші топ, Әлиханның тобы. Сіздер не дейсіздер, ертегідегі портретін торсық шеке, аппақ ұл деді, шымыр денелі үлкен батыр деді. Енді сіздер не қоса аласыздар осы жерге? Қандай портрет бере аласыздар? Қандай сөзбен қосылды? Батыр, мықты. Мықты деп аламыз. Жақсы. Кейіпкердің ең маңызды үш әрекетін айтыңызшы. Аң аулап кедейлерді қарық қылдыру, ханның бүкіл тапсырмасын орындау. Жақсы. Және қандай? Тұщы балаға ата-аналарына көмектесу. Өте жақсы. Керқұла туралы не айтасыздар, жігіттер, кәне? Мысалға, қасша жеткізбейтін болса, апай мен айтсам бола ма? Мұса не істейді? Апай мен айтсам бола ма? Құлақ болса жететін, қасша жеткізбейтін. Міне, көрдік пе? Өте жүйелік деп берді, иә? Жақсы, ендеше маңызды үш әрекетіне мән берейікші. Апай мен айтсам бола ма маңызды үш әрекет? Кәне, екінші топ. Я? Бірінші Кенжебайға көмектескені. Өте жақсы. Екінші анау қыз мыстан кемпірге айналатыны. Оны кімге айтты оны? Апай кемпірден діннен қашып үлгеру. Өте жақсы. Жақсы. Яғни қосамыз тағы? Атқа тіл бітіп Кенжебайға ханның ауылын айтып береді. Одан кейін Кенжебайды қиындықтардан алып шығады және оған көмектеседі. Өте жақсы. Я әрекет сіздер не қосасыздар осы Керқұланың үш маңызды әрекетіне тағы не қосуға болады екен? Тағы не қосасыздар? Кенжебайдың ең жақсы досы. Өте жақсы. Жақсы ерді? Кереқұлат оны қиындық
Өте жақсы, иә, тағы не қосамыз? Кеңгебайды өзінен тастамай алып жүруі. Өте жақсы. Ханның алдында қалай не сөйлеу керек екенін айтады. Үйретуі. Өте жақсы, тамаша. Мыстан кемпірдің қыз болып келуін айтуы. Өте жақсы, яғни құпияны айтып қоюы. Жақсы. Ал балдар, бүгін біз сабақ мақсатына жету үшін барлық тапсырманы орындадық. Ертегіні өте жақсы оқығандарың, кейіпкерді дұрыс тани білгендерін көріп тұр. Олай болса енді топ бір-бірін бағаласа қалай болады? Олай болса әділет, сіз Әлиханның тобына қалай баға бересіз? Кәне айта көріңізші. Әлиханның тобына 10 балл қоямын, себебі олар бар сұрақтарға жақсы жауап берді. Жақсы, жеке-жеке қойып беріңізші, кімге не қоясыз? Әлиханға 9 балл. Өте жақсы. Нұрбақыт 8. Себебі ол тоқтап тұрған жерлері де болады. Я, кейбіреу. Ардақтарға да 8. Ардақ не үшін 8 балл алады? Себебі оның жауаптарының тоқтаған жері болады. Тағы да атын шатастырып. Өте жақсы әдет. Сіз енді Әлмантұрдың тобына қалай баға қоясыз? Оны ұзатыра қойыңыз. Әлмантұрдың тобына мен 10 балл қоямын. Өйткені Әбілмантұрға 9 балл қоямын. Өйткені ол бүкіл сұрақтарға жақсы жауап берді, кейбір кездегілер сәттер тоқтап қалды. Тағы аралай. Жандосқа 8 балл қоямын. Өйткені ол барлық сұрақтарға жауап берген жоқ, но кішкене кемдіріп айтып берді. Жақсы. Тағы да ескертілгенде қоямыз. Ескертілген 7 балл. Өйткені көптеген сұрақтарға жауап бермеді, кейбіреулеріне жауап берді. Өте жақсы. Әлмантұр әдеттің тобына қалай баға бересіз? Әділеттің тобына 10 балл беремін. Жеке-жеке атап өтсеңіз. Өйткені әділет ол барлығына көмектесіп айтып тұрды. Оған 10 балл қоямын. Ал Сұңқарға 9 балл. Ол да бірақ бәрін айтып не істеді. Алинұрға 8 балл қоямын. Өте жақсы. Себебі ол да барлығын айтты, бірақ кейбір жерлерін айтпады. Қателесті дейікші. Қыздарға қандай балл қоямыз? Сонда қыздарға сабаққа. Екеуіне де 9 балдан қоямын. Өйткені олар да дұрыс жауап берді. Өте жақсы. Олай болса балдар, сабағымыз осылай бағаланды. Сіздерге өте көп рахмет. Мен қазір сол бағаларыңызды күнделікті газетке қоямын. Енді үйге тапсырмалайық балдар. Керқұлатты Кенжебай ертегісін толық нұсқасын барлығымыз білеміз. Енді сіздер әр кейіпкерге мінездеме жазып бересіздер. Керқұлаға, Кенжебайға, одан кейін бізде тағы кейіпкеріміз кім? Ташрабай және Ханбайға кішкене мінездеме беріп келсек болады. Сабағымыз аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар.